Әріптестер, саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге мына сертификат, диплом, одан кейін грамота жасаудың жолын көрсетейін деп едім. Ол үшін мынау шаблон дегенге барамыз. Сосын образование бөліміне барып, осы жерде мына диплом, грамота, сертификаты деген тұр. Қайсысы керек, соны таңдайсыз. Бұл жердегі диплом, грамота, сертификатында шаблондар бір-біріне ұқсас келеді. Мен мысалға сертификатты алайын, иә. Мысалы бір конкурс я болмаса бір байқау өткізетін болсаңыздар, соның сертификатын, дипломын өз қалауыңызша жасауыңызға болады. Мәтінін жақсылап өзіңіз теріп дайындап аласыз. Кез келген бір нені ала салайын. Так, мына жерде көптеген түрлері бар. Сертификат. Ала берейін. Мысалы, осы формат сізге ұнайтын болса, осыны аласыз. Енді мынаны таңдаған кезде осыған ұқсас тағы да астында міне суреттер шығады, сертификат. Мүмкін ұнап қала ма сізге де, соны көресіз өзіңіз ұнаған. Енді мен мынаны алам дедім ғой. Осыны ала берейін. Изменить шаблонды басқа саламыз. Біз енді осы уақытқа дейін клиентке біраз жұмыс жасаған кезде өзгерту деген бар ғой, соларды үйреніп қалдық қой, дағдыланып. Тура солай жасай берсеңіз болады. Енді мына сертификат деген жерін өзгертсеңіз болады, кәдімгідей сертификат деп жазуыңызға да болады. Мынаны ағылшынша жатағанда осылай жазып, мына түсі ұнамай жатса, мынаны жазудың түсі ұнамаса, онда ауыстырып жіберіңіз, қанық түске ше. Қанық түске ауыстырып жіберіңіз, міне басқаша вид болады. Сертификат. Енді мына жерге мәтін жазасыз ғой сіз өзіңіз. Енді мәтін жазу үшін мынау артық сияқты, меніңше алып тастайық. Мына жерге мәтін жазуымыз керек. Онда мынаны алып тастайықшы. Қазір мына жерге адамның аты жөнін жазамыз ғой мына жерге. Мына жерге белгісіз жан деп қойдым, енді кімге жазатынын білмей тұрмын. Сіз бұл жерге адамның аты жөнін жазасыз өзіңіз. Кішірейтсеңіз де болады. Енді мен алдында бір жасаған осындай бір жолдама берген тұғым ғой, бір акция ұйымдастырып, соның мәтінін копировать етіп алып жатырмын. Осы жерге былай мәтінді ыңғайлап күшті қылып жазып аласыз, өзіңіз дайындап. Білгеннен бөлісемін, әдістемелік ақпараттық кәсіби даму тобының ұйымдастыруымен Canva сервистері курсына белсенді қатысқан ұстазға тегін жолдама берілді деген сияқты. Өзіңіз солай әдемі келтіріп ұйымдастырасыз. Несіге кішкене вариант болсын деп жазып жатырмын. Көрсетіп. Үлкейтетін болсаңыз үлкейтесіз. Мына өткен күннің бәрін жазуға болады. Оны мен мына келіп қояйын. Нешесі болды? Так, біз ертең нешесі баланың? Ертең 3-ші ғой. Міне 3-ші 12-сі 2022 жыл сертификат жазған күнімді. Мына жерге қолыңыз қойып қойсаңыз болады. Мен қолды қазір қоя алмаймын, сондықтан өшіремін де қағаз шығарғаннан кейін қойма болады. Мына жерде анау келе тұр, ананы өзімнің аты жөнімді жазып қойдым. Мына жерге қол қоюға болады. Міне осындай қылып өзіңіз сертификатты, мына жерге диплом деп жазып өзгерте бересіз. Енді бұны да сіз өзіңіз жаңағы қағазға шығару үшін поделиться басасыз, скачать деп басасыз, JPEG деп басасыз да, и скачать деп жаңағы басып жібересіз ғой. Қазір сертификатымыз біздің уже дайын болды. Міне осындай болып шығады сертификат. Сіз де осылай дайындайсыз. Тура осы үлгіменен сіз де жасап көріңіз. Диплом да осылай жасалынады.
грамота да осылай жасалынады